Ұстаз, Аллаға шүкір, еліміз бар, кең байтақ жеріміз бар, ардақты ана тіліміз бар. Қазіргі таңда осы құндылықтарды емін-еркін пайдалануымыздың басты себебі неде? Ол әрине тәуелсіздігіміздің арқасында. Алаш қайраткері Әлихан атамыз өзінің сөзінде айтқандай, азаттық таңы атты, тілекке Құдай жеткізді, күні кеше құл едік, енді бүгін теңелдік деп айтқандай, шынымен де осы тәуелсіздігінің арқасында біз бүгінгі күні емін еркін білім алып жүрміз. Емін еркін өзіміздің қандай да бір кәсіп жұмыстарымызды атқарып жүрміз. Әрине біз емін еркін өзіміздің құлшылық ғибадатымызды да жасап жүрміз. Ал енді қарап тұрсақ, қаншама ұлт бар, қаншама ұлыстар бар, сонау тәуелсіздікті аңсаған, сонау бейбіт өмір сүруді, өз-өзіне дербес мемлекет болуды қалаған, өзінің жерінің, өзінің отанын болуды қалаған қаншама ұлт ұлыс бар, соған жете алмай жүрген, соны тілеп жүрген, соны аңсап жүрген. Ал енді біз болсақ, еліміздің қолда бар қадірімізді біліп, өзіміздің тәуелсіздігімізді бағалап, соған көзіміздің қарашығындай сақтап, қадірлеп, қастерлесек, одан асқан бақыт бар ма? Ұстаз, рахмет, жауабыңыз жүйелі болды. Құрметті көрермендер, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, егемендігіміз қияметке дейін баянды болсын.